үш немесе 5 күнге созылған осындай диета ұстансаңыз, жасушаларды жаңарып, ағзаға жиналған тұздан арыласыз. Бұл диетаның ерекшелігі күріш және айран ботқасын қалауыңызша жей беруіңізге болады. Айтпақшы, күріш қайнатылған суды жиірек ішу бауырды сауықтырады. Ішекті біраз қасық күріш тазалайды. Бұл ем арқылы ішегіңізді шлактар мен улы заттардан тазалайсыз. Біз ұсынғалы отырған бұл рецепт өз нәтижесін берген, кеңінен қолданыста болатын танымал әдістер. Бұл ем арқылы ішегіңізді шлактар мен улы заттардан тазартатыныңызға сеніңіз. Күріш дөңгелек пішіндегі күрішті аласыз. Жасыңызға сай мөлшерлейміз. Мәселен, жасыңыз 25-те болса, онда 25 ас қасық күрішті ыдысқа салыңыз. Салқын сумен жуу керек. Сосын күрішті бататындай етіп, қайнатылған салқын